Сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Мен жерде кітап магазинде өзіме кітаптар қарап жүрмін. Қазір сіздерге де өзімнің ұнаған кітаптармен бөлісіп өтейін. Ол бірінші Мэй Масктың кітабы. Негізі жалпы әйелдер туралы кітаптар оқығым келіп жүр. Осы екі кітапты именно. Егер де сіздер оқысаңыздар, астында өз отзывтарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ана жерде уже барлығы реклама, сату, маркетинг жайлы кітаптар. Мен тұтаған кітаптарды скриндап оқысаңыздар болады, жақсы ақпараттар табасыздар деген сенімдемін. Өйткені мен всегда кітаптарды скрин істеп аламын, оқығым келеді дегенде осы кітаптар солардың арасында бар. Ана жерде психологиялық кітаптар, негізінде сондай мықты жазушы психологтар арасында осы Дейл Карнегиді айтсақ болады. Оның кез келген кітабын оқысаңыздар, прям жақсы күшті ақпараттар табасыздар. Всем советую. Достар, мен қазір өзіме бір кітап алып келіп тұр. Бірақ білмей тұрмын. Как обычно детектив хочу. Ну, какой-то вот прям мені қызықтыратындай. О, атын қараңыздар, қызықты, иә? Прикольно сияқты. Сейчас оқимыз. Так, примерно осы. Еще хочу Стивен Кинг. Ну, не знаю, ол қайда. Мен қандай кітап алатынымды білмеймін. Мен мына кітапты Флиптан көргенмін. Жақсы кітап, ну, кішкентай кітап, поэтому алғым келіп тұрған жоқ. Өйткені қараңыздаршы, кішкентай кітаптан 3,5 ба сондай. Я не хочу осындай кішкентай кітапты ояқталғанға. Мынау да жаңа қызық болды маған. Ал қалған кітаптар вообще не очень. Мыналарды мен оқып тастағам, сериалын көріп тастағам. Мынаны оқып тастағам. Несбио оқып тастағам. Агата Кристи оқып тастағам. Кстати, мен Агата Кристи мынандай переплетта жинаймын деген коллекциясын. Бірақ маған мынандай переплет ұнап жатыр енді. Әдемі. Вот, мен не знаю, не ұнап жатыр. Еще кішкентай детективтардың түрі өте кішкене азақ екен. А вот еще мынаны оқып тастағам. На сериалда детективтар неге мына жақта аз? Я не могу понять. Басқалардың бәрі көп. Үйге келдім, бағана жаңа айтқандай, қазір айтқандай, и меломанға кірдім, жаңа көрдіңіздер. И, конечно же, кітап алдым, бірақ ешкімге айтқан жоқпын. Мамаға айтса, мама маған ұрсады. Өз ақшам алғанда мамам маған ұрсады. Потому что мен өзіме ұрсып жатырмын. Өйткені менде кітаптар реально көп, бірақ та кітап магазиніне кіріп, кітап алмаған, это просто күнә деп ойлаймын. Сара Джионың «Ежевичная зима» деген кітабын алдым. Маған жақсы отзывтар оқығанмын. И маған бір деп алуа одногруппницам кеңес берген, прям оқышы күшті деп. Поэтому вот спойлер жасамаймыз. Ана жақта уже басқа күн, мен шуға қарай жиналдым. Уақыт түсіруге өте аз болғандықтан осындай отрывоктар болып қалды. Мына жерде мен уже салонда тұрмын. Дайындалуға келдім, макияж бен прическа жасауға. Так, біз уже тойдамыз. Айда Ана. Анель. Мынау Анельдің күйеуі. Алдында тойға болған. Привет. Мен блогер екен білем, а? Вот сонымен тойға келдік. Қазір Айшаны күтіп отыр. Бүгін міне көптен күткен қуаныш тойымыз басталды, ағайын. Не деген? Алтын әлі шақырылған тойымыз Аллаға шүкір оң болмай басталып кетті. Ағай деп. Не деген уақытпен жиналатын қонақтарды мен өзім таңқалып отырмын. Енді көп созбай, тойға ұласын, жақсылықтың ертелі кеш жоқ деп жатамыз ғой. Бүгінде міне құрметті той қонақтары Гүлжан анамыз қалың қазаққа бір шәугім шай қарыз болмайды деп, еті жақан ағайынның басын қосып, үлкен мейрамханада аттан жығылсақ та, салттан жығылмағанымызда көпшіліктің алдында тағы бір дәлелдейік деп, Айша бибі қызын қолдан ұзатқалы отыр ағайын. Енді рұқсат болса, құрметті той қонақтары, бүгінгі тойымыздың жалпы басты себепкерлерісіз, бұл тойдың өтпейтіні айдан анық. Рұқсат болса, бүгінгі тойымызда күліп, мойнымызды бұрып, шама шарқымыз келгенше орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, қазақтың қанатты сөзі бар, пайғамбарда қолын сұрап келіп отырған қошаметпен күйеу баланы ортаға алдырмай
Шу қаласынан келіпті. Жайша келдіңіз бе? Келін алуға келді. Келін алған емес. Әнің үйленіп жатыр ма? Өзің шапалақ ұрып қойдыңыз да? Қол соғып қошқырмай көрсетіп қойыңыздар. Рахмет, толғанайдай толыңдар, қосақ қудай болыңдар, қыз жібекпен төлеген үйленгендей болыңдар. Қадамдарың ықпасын деп бір қол соғып қошқырмай көрсетіп қояйық. Жұмбақ, өте оңай жұмбақ. Өте оңай жұмбақ. Қазақстанда алма қай жерде өседі? Өсемесі. Ағашта өседі. Тастай батып судай сіңсін деген ниетпен үлкен бір қариямыздан, ағаларымыздан бір аумин деп бата сұрайық. Қошемет көрсетіп қояйық. Қыздар. Так, достар, вот тойды бітті, даже айтып отқаныма сенімсізбін. Менің образым осылай болды. Как обычно, ештеңені түсіріп үлгермедім. Вот всегда мен тойға баратын алда, сенесем, мен всегда цель қоямын. Көп влог түсірейікші деп. Бірақ той деген сондай суматочный болып өтеді. Вот қазақтың тойын білесіздер ғой, қалай өтетінін. Вот менің шаштарым осындай болды. Мені қазір соңғы кездері, соңғы тойдың барлығына мерекелердің бәріне өзім жеңгем жинайды. И макияж тоже соныкі. Қараңыздар, түнгі сағат қазір 1, макияж әлі дым өзгеріссіз, даже ыстықта қазір қандай ыстық екен білесіз, даже помаданы мен жаңартқан жоқпын. Кстати, мен үшін новый маникюрім осындай. И көйлек менде мынандай болды. Мына көйлекте сенесіздер ме, мен сен білесіздер ғой сіздер даже, что мен выпускнойға киген болатын 11 сыныпта, солдан бері менде әлі бар кішкене қысқарып қалғаны болмаса. Өте күшті өтті. Мен әлі сенбеймін, что тағы бір подругамызды ұзаттық. Главное, бақытты болсын. Мен өте қатты қуанамын, когда адам өзінің бақытын тапқанда. Мына нәрсе үшін кешірім сұраймын. Жыныма типті. Мына бізде ханшайымка, бізде өсіп кеткен, қараңыздар қандай әдемі. Қолын алсай түрінді көрсетіп отырмын ғой. Әдемі қыз болған. Тұрсай, тұрып тұр, көрсетші. Қандай әдемі қыз болғанды көрсетші. Қараңыздар, шашы қандай ұзын, бәрін айтып қойды. Шашын көрсетші, шашында. Артқа қарасай, шашында көрсетейікті. Қараңыздар, қандай әдемі қыз болған. Не ханшайым, сөйлесей кел. Қаран. Мен көрермендерім бірнәрсе айтсай. Не айтасың? Менің атым ханшайым де. Айта ғой. Қойшы, білші. Қыз деген қандай болу керек, айтшы. Білмеймін. Қойшы, факе көрсетші. Кетші, болды. Мына жерде мен макияжымды сүртіп жатырмын. Барлығы осылай тез болып кетсе екен. Қараңыздар, қаншама кір ватный диски шықты. Қазбен жүрсем болады ғой, Менің вокзалға баратқан таксистменен диалогын тыңдадыңыздар. Таңғы сағат 6-да вокзалда тұрмын. Мына біздің Шудың вокзалы. Танысып қойыңыздар.
Қош келдіңіздер. Достар, түсінгендеріңіздей мен уже үйге қарай, Алматыға қарай шыққан болатынмын. Байқасаңыздар, мен чуда тек қана полный бір күн ғана болдым. Тойдан кейін таңғалыпта мен жолға Алматыға қарай шығып кеткен болатынмын. Қазір уже үйдемін. Қайтқым келетінін қараңыздар, мен қазір осындай ұзын көйлектер киетін болғанмын. И осознанно, яғни өз қалауыменен. Естеріңізде болса, бұрын өте қысқа киетінмін. Маған ол кезде ұнайтын да, қазір мен қысқа мен өзімді некомфортно сезінемін. И сол кезде мен прям өте көп хейт алатынмын да, что мен қысқа киемін и андай не оченский фигура менен деп айтайықшы. Но мен как бы вообще қысқаға қарсы емеспін. И қазір маған қайттан комфортно болса, мен қайттан киемін деп айтайын. Камды жинап көрсетейін деген, бірақ үлгере алмай қалдым уақыттың жетіспеушілігінен. Соңғы сол 3 күн чуға баратын алдында мен өте қатты ауырып қалдым. 3 күн бойы, даже соңғы күні мен жұмысқа барған жоқпын. Оның алдында мен даже жылап жұмыстан сұрап кеткен болатынмын. Ауырғаннан сондай өзімді прям очень не очень сезіндім. Құдай қаласа осы дипломды алып болғаннан кейін осы жазда өзімнің денсаулығыма арнағым келеді. Денсаулығымды түзетуге, полный денемді чекап жасауға, қазір солай модно айтқан чекап деп, соны жасауға өзімді еткім келеді, соған арнағым келеді. Вот, и қазір сіздерге хотя бы сумкамды көрсетейін. Так, соныменен менің бір күндік сумкамда не бар? Бір күндік шуға баратын сумкамда. Ол әрине косметичка. Косметичкада ең керекті заттар, мен көп затпен қолданбаймын. Ол бізде пудра рассыпчатая и простая. SPF-ка, помада, пудраны жағатын, гель для бровей и мынау ресницаға арналған нәрсе, зарядка, пижама обязательно. Мынандай нәрседе менің украшенияларым тойға киген, мини штатив міндетті түрде, лосьон, мен крем алған жоқпын, просто лосьон алдым, салафанға салып қойдым, құртылып ағып кетпесін деп. Кітаптар қазір сіздерге көрсетемін. И мына жерде көйлек. Бір көйлек үстімде, запасной шуда ыстық болып кетпесін деп. И аромат. И тойдың суреттері. Вот, біздің Камила апайды білесіздер, 5-ші сыныптан бізге класс жетекшіміз болған. Жанар апай бізге 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін болған. Вот, Айша деген қыз үйленген. Ой, кешірім сұраймын, жақын болатса. Алдында үйленген вот Анель, Айдана и мен. Вот үшеуміз. Маған сурет өте қатты. Ой, сурет маған қатты ұнады. Что-то кір болып қалған сияқты аздап. Вот үшеуміз. Кітаптарға келетін болсақ, менің новый кітаптарым маған сыйлады. Мен өте қатты жақсы маған кітап сыйлағанда. Көп оқым келіп жүрген «Искусство любить» и «Бегство от свободы» дейді. Нан туралы естімегем, но прям маған өте қатты оқып келіп жүрген кітаптардың бірі. Стопқа қойып оқысаңыздар болады. И вот мынаны. Ал мына екі кітап мен менің жұмысымда тәтеге оққанға алып келдім. Ол кісі тоже детективті өте қатты жақсы көреді екен. Оққан, сол үшін мен оған айтқанмын, мен сізге өзім кітаптарымды оққанға берейін деп, вот дочь алып келдім. И «Следствие ведет профессионал» деген екеуін де оққанмын. Өте жақсы детективтар. Орнына қойдым, үйді кішкене жинастырдым, душқа түсіп шықтым, денемді жуып. И бетім өте қатты жол бойы ашып отты, прям шипит етіп. Бетімнің уходына кірістім, умывашкамен жудым. Вишимен, қазір вишидің кремін жақтым. Освежающий прям бетіңе питать етіп, енді прям жақсы салқын қылдырады. И қазір уходымды жасаймын. И как раз қоштасатын уақытымыз келіпті. Сіздерге влог надо деген ойдамын. Негізінде осы июльда той өте көп болады. Сіздерге по секрету айтып қояйын. И тойдан влогта көп болады. Сіздер астан жазып кетіңіздер, жалпы той контент ұнайды ма, подругаларым тойынан видео түсірейін ба, соған орай мен түсіретін боламын. Сол үшін жазып отырыңыздар ойларыңызды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Келесі видеоларда кездескенше, всем пока.